Сәлеметсіздер бе? Бүгін мен сіздерге Манидің қысқаша мазмұнын айтып беретін боламын. Бұл кітапта ақылды ит туралы және Кира деген 12 жастағы қыз туралы айтылады. Бір күні Кира көшеде келе жатып жаралы итті тауып алады. Ол жай ғана ит емес, сөйлей алатын ит болады және финанстық тұрғыдан сауатты болады. Ол қызға қалай ақша табуды үйретеді. Кира итке Мани деген ат қойды. Мани Кираға арман копилкасын және арман альбомын жасауды ұсынды. Мани Кираға арман копилкасына өзінің тапқан табысын сал дейді. Ал арман альбомына өзінің армандарын суретін жабыстырып қою қажет. Мысалға, Кира Америкаға барғысы келеді және ноутбук алғысы келеді. Сол үшін Кира арман альбомына Американың суретін және ноутбуктың суретін жабыстырып қоюы қажет. Бұл оған сенімді болуына көмектеседі. Ал арман копилкасын ақша жинауының себебі Америкаға барып ағылшын тілін үйрену үшін және ноутбук алу үшін. Мани қызға көп нәрсе үйретті. Кира кішкентай болса да копилкасына ақша жинауды бастады. Кира табиғатынан иттерді жақсы көретін. Сондықтан көршілерінің иттерін серуендетіп ақша табуды бастады. Жалпы бұл кітап біз сияқты кішкентай балаларға көп пайдасын тигізеді. Осы кітаптан соң армандарымды жазатын болдым. Бұл кітап маған ақшаны қалай табуды және ақшаны қалай жұмсауды үйретті. Оқуға кеңес беремін, өте пайдалы кітап. Менімен бірге болыңыздар, достар.